Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге біркелкі болып шығатын лағманның тестасымен бөлісемін. Ең алдымен салқын суымызға тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Қамырдың рецептін описание бөлімінен қарай аласыздар. 1 килограмм ұнымызды дайындап алдық. Высший сорт болу қажет, сонда лағманның қамыры өте керемет болып шығады. Ұнымызға жаймеңдеп отырып суымызды құйып, қамыр илейміз. Қамырымызды тығыз қатты қылып илеуіміз қажет. Қамырдың құрамына жұмыртқа қосу шарт емес. Қоссаңыздар өздеріңіз білесіздер. Ең бастысы қамырды жақсылап илеп алуымыз қажет, тығыз қылып. 450 мл суымызға 15 грамм тұз саламыз. 15 грамм бір ас қасықты толтырмай саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызға бірден құйып жібермейміз, жаймеңдеп отырып құйып қамыр илейміз. Қамырымызды қатты қылып илейміз. Бұл рецепт пельменге де өте күшті болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Дәл бейнедегідей жасасаңыздар, сіздердің қамырларыңыз да біркелкі болып шығады. Жақсылап илеп аламыз. Бейнеде көргендеріңіздей қамырымыз тастай болу қажет. Если уақыттарыңыз жоқ болса, суымызды сәл қосып жіберсеңіздер, қамырымыз сәл жұмсақ болып, тез-тез илеп аласыздар. Жаңа айтып кеткенімдей, ең бастысы қамырдың качествосы жақсы болу қажет. Жақсылап илеп алуымыз қажет. Сонда қамырымыз өте күшті болып шығады. Кейде рецепт бойынша жасасаңыздар да сәтті болып шықпайды.
Неге деп ойлайсыздар? Себебі сіздер жасаған кездеріңізде қорықпаңыздар. Бар мейірімдеріңізбен жасасаңыздар, сіздерде де барлығы ойдағыдай болады. Барлығын біркелкі қылып, асықпай қамырымызды илеп алу қажет. Қамыр ауқат болсын, манты болсын, барлығын тесталарын жақсылап илеп алсаңыздар, сіздерде барлығы жақсы болады. Асықпаңыздар, барлығын жақсылап істеп алыңыздар. Қамырымызды жақсылап илеп алдық. Пищевой пленка немесе пакетпен орап 40 минут көлемінде қалдырамыз. Жаңа айтып өткенімдей, сіздердің жасағандарыңыз көңіл күйлеріңізге де байланысты. Бейнеге тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта күшті рецепттермен бөлісемін. 40 минут өткеннен соң қамырымыз дайын болды. Және де қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Ендігі кезекте қамырымызды біркелкі болу үшін жақсылап илеп, конверт тәрізді қылып орап аламыз. Қараңыздаршы, қамырымыз жұмсарған, әдемі біркелкі болған. Енді және осылай бейнедегідей сіздер де осылай илеп алыңыздар. Қамырымыз дайын, конверт тәріздес қылып алдық. Қараңыздаршы, біркелкі қамыр болды. Ендігі кезекте қамырымызды пакетпен орап 30 минут көлемінде қалдырамыз. Отыз минут өткеннен соң қамырымыз дайын болды. Пакетімізден ашып, ендігі кезекте біркелкі қылып жайып алып, бөліктерге бөліп аламыз. Оқтаудың көмегімен біркелкі қылып жайып алдық. Ендігі кезекте сұйық майымызды бір жағына жағып, бір-біріне жабыстырып, бөліктерге бөліп аламыз.
Қамырымыздың барлығын кесіп алдық. Ендігі кезекте 1-2 рет созып аламыз. Созып алғаннан соң ыдысымызды жақсылап сұйық маймен майлап аламыз. Майлап алған ыдысымызға қамырымызды біркелкі қылып орап шығамыз. Барлық қамырларымызды созып алып, осылай бейнедегідей орап шығамыз. Бір слой орап алғаннан соң, бетін сұйық маймен майлап, және де қамырымызды бірін үстін біріне қойып, орап шығамыз. Барлығын біркелкі қылып орап алғаннан соң, бетін сұйық маймен майлап, бетін пищевой пленка немесе пакетпен орап, 30 минутқа қалдырамыз. Отыз минут өткеннен соң қамырымыз дайын болды. Ендігі кезекте соза берсек болады. Бейнеде көргендеріңіздей қамырымызды шетінен жайлап орап созамыз. Қаттырақ созбаймыз, жыртылып кету мүмкін. Қолдарыңызбен жай салмақ түсірмей бұлай орасаңыздар, қамырдың өзі созылып кете береді. Бір қолымызбен созып отырып, бір қолымызбен орап тартамыз. Сонда қамырымыз біркелкі болып шығады. Екінші қатар дәл қайталап, дәл солай созып аламыз. Жаймеңдеп осылай.
созып алдық. Енді тестаны жинаймыз қолымызбен. Қараңыздар, 1 2 1 2. Асты жағын оң қолымызбен, үсті жағын сол қолымызбен жинап аламыз. Жинап алғаннан соң 1 2 қағып аламыз. Қатты ұрмаңыздар, жаймеңдеп осылай қағып аламыз. Ендігі кезекте пісіреміз. Барлық қамырларымызды осылай созып аламыз. Сіздерге түсінікті болу үшін біреуін ғана көрсеттім. Ендігі кезекте суымызды қатты қайнатып, тұз саламыз. Тұзды суымызға қамырларымызды салып, пісіріп аламыз 5 минут көлемінде. Ұйғыр халқы қамырдың тірі болғанын қалайды. Сіздер де живой тестаны ұнатсаңыздар, қайнағаннан соң 2 минут көлемінде пісіріп аламыз. Мен 5 минут көлемінде пісіріп алдым. Созып алған қамырымызды барлығын бірден салып пісірмейміз, бір слойын салып пісіріп аламыз. Қамырымыз баттасып қалады, әдемі шықпайды, сол үшін бәрін бір слойдан салып пісіріп аламыз. Менің рецептерім ұнаса, сіздерге достарыңызбен бөлісіңіздер. Каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып, тіркелуді ұмытпайық. Қамырымыз пісті, піскеннен соң сүзіп алып, мұздай суға саламыз. Сонда қамырымыз дана-дана болып, әдемі болып шығады. Қараңыздаршы, тестамыз әдемі болып шықты. Лағманның подливы ссылкада белгілеп кеттім, содан көре аласыздар. Ендігі бейнеде кездескенше сау болыңыздар.